Сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағынан шығатын сметанник пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: ұн, жұмыртқа, құмшекер, сары май және де разрыхитель. Ең алдымен біздер ыдысымызға ерітілген сары майды, оның үстіне құмшекерді және де жұмыртқамызды салып, жақсылап, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Егер де сіздерде миксер үй жағдайында жоқ болса, онда шанышқының, яғни вилканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Мінекей осылай миксермен біздің масамыз көпіріп ұлғайғанша, құмшекерімізді ерігенше араластыратын боламыз. Ендігі кезекте құрғақ ингредиенттерді саламыз. Жаңағы сұйық масамыздың үстіне ұнды және де разрыхительді салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей достар, нәтижесінде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Оны салафанмен жауып қойып қойыңыздар. Ал ендігі кезекте біздер салмасын әзірлейміз. Салмасына сіздер кез келген қаймақтың түрін пайдалана берсеңіздер болады. Ыдысымызға қаймағымызды салып аламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз және де жұмыртқаларымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сіздерге ескере кететін бір жағдай: жұмыртқаларыңыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы тиіс. Ал содан соң кукурузный крахмалды саламыз. Бұл пирогқа міндетті түрде кукурузный крахмалды қолданыңыздар. Содан соң бір пакет ванилинді саламыз. Жақсылап лопатканың көмегімен барлық ингредиенттерді араластырамыз. Біркелкі масса пайда болуы тиіс. Ендігі кезекте осылай венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша асықпай араластырып аламыз. Егер де венчик болмайтын болса, манағы айтқандай шанышқының көмегімен араластырсаңыздар да болады. Мінекей біздің салмамыз осындай сұйық, біркелкі масса болып шығуы тиіс. Ал ендігі кезекте 22 см формамызға жақсылап біздің дайын болған тестімізді біркелкі етіп, осылай видеода көрсетілгенде ақырындап жайып шығамыз. Міндетті түрде 22 см форманы қолданыңыздар. Мен соған байланысты барлық ингредиенттерді жазып тастайтын боламын. Мінекей достар, біздер осылай 22 см формамызға қамырымызды ақырындап орналастырдық және де бортиктар жасадық. Осылай вилканың көмегімен барлығын тесіп және де бортиктарын әдемілеп шанышқымен басып шығуларыңызға болады. Әрине, ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Ендігі кезекте біздер дайын болған салмамызды осы тестіміздің үстіне құйып шығамыз. Және де сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты әртүрлі жеміс-жидектерді әрлеу мақсатында қолдансаңыздар болады. Мен осындай смородинаны қолдандым. Сіздер қолданбасаңыздар да болады, ол әрине өз еріктеріңіз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста біздің пирогымыз дайын болғанша 30-40 минуттай пісіретін боламыз. Өздеріңіздің пештеріңізді регулировка жасап, уақыттарын қарасаңыздар болады. Достар, нәтижесінде бізде осындай пирог пайда болды. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер.